Саламатсыздар ма? Бүгін біз молочная девочка жасайын деп жатырмыз. Бізге ұн және қопсытқыш, молоко сгущенный керек болады, және де 3 жұмыртқа и сары май. Қайсысы қанша қосылу қажет екенін мен видеоның астына жаза кетемін. Ендеше бізде біріншіден құрғақ өнімді екеуін қосып қоятын боламыз. Бізге мынадай ыдыс қажет болады. Соған біз жаңағы молоконы и 3 жұмыртқаны үшеуін араластырып көпіршітіп аламыз, ең бастысы. Міне біз 3 жұмыртқамен және де сгущенканы қостық. Енді қазір мына миксер арқылы біз оны көпіршітеміз. Мінекей біз араластырып алдық. Енді мына майымызды қосамыз. Енді бір масса болғанша араластырамыз. Біздің молочный девочкаға қатты мощный істі бар несінің қажеті жоқ. То есть мына төмендегісімен аздап қана араластыруға болады. Онда қатты араластырудың қажеті жоқ. Енді біз барлығын араластырдық. Жаңағы құрғақ ұнымызға біз қопсытқышты қостық, разрыхлительді. Соның бірінші жартысын қосып, қазір араластырып аламыз. Мінекей біз оның барлығыны салып араластырдық, және де бізде мынадай масса болды, жұмсақ қамыр. Енді менде 22 диаметрмен біз кәдімгі пергамент қағазына сызып алып, соған 1,5 қасықтан салып, жайып пісіріп аламыз. 170-180 градуста қызытылған пеште. Мінекей қыздар, 22 диаметрдағы астына коврик бар, сондықтан бізге бәрі көрініп тұр. Осылай жағып, жұқалап жағып шығамыз. Мінекей қыздар, біз мынандай қылып 22 диаметрде ковриждарымыздың бәрін осылай жағып шықтық. Бізде осылай 9 шықты. Негізі 10-12 болады. Мен аздап қалындау болып істедім. Енді 170-180 градуста қызытылған пеште пісіріп аламыз. Қатты қызартпаймыз, қыздар, бұл демде пісіп қоятын қамыр. Розовый болса болды беті. Мінекей қыздар, мынандай қып ковриждарымыз пісті. Мына шри қып-қызыл қып алмаймыз. Мынау шамалы өтіп кетті, ничего. Және де бұларды алып, бір-бірінің үстіне қоймаймыз. Өйткені сгущенка бар, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан мынау қағаз қоямыз. Қағаздарды бір-бірінің үстіне қоюға болады. Мінекей осылай қылып жинап қоямыз. Қыздар, мен кремге сливки Чудское озероны істетем өзім. Әптен соған үйреніп қалғам. Басқа да кремдер бар, випак және басқа да өте көп сливкилар бар деген ғой. Және де сливки мен сахарная пудра екеуін қосып, біз қазір миксермен араластырамыз. Мінекей біздің креміміз мынадай қою болды, өте әдемі, ойдағыдай шықты, күшті. Енді қазір біз ковриждарды қалыпқа салып, кольцоға және де теретін боламыз, көресіздер. Мінекей, бисмилля. Кремді салып. Міне қыздар, мен жинап алып, және де холодильникқа 3-4 сағатқа қоюымыз қажет болады. Өйткені крем қатып әдемі болып тұрады.
Айбетпеңіздер, осылай крем жасап болдым, бірақ оны видеоға түсіріп жатқан болатынмын. Кейін қарасам, уже видеода телефон заряды өшіп қалған батареясы, сондықтан мен түсіре алмай қалдым. Осылай декор болып шықты. Мастикамен қалай жұмыс жасау керек екенін кейін тағы да бір бөлісе өтемін. Детский торт, Али деген баланың 40-нан шығару торты. Осы рецептім сізге пайдалы болған болса, лайк басып тіркеле кетіңіздер. Ас болсын, сау болыңыздар.